Қайырлы күн баршаңызға достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін мен сіздерге қысқы мезгілге арналған қытырлақ, осындай қиярлардың рецептімен бөлісетін боламын, яғни слоеный огурцының рецептімен бөлісемін. Әркім әртүрлі дайындайтын болғандықтан мен өзімнің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл рецепт ешқандай да банкілеріңізге атылмайды, жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен каналға тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен қиярларымызды алып, міндетті түрде жақсылап жуып шайқап алыңыздар. Және де осылай видеода көрсетілгендей етіп, қиярымыздың екі шетін алып тастайтын боламыз. Және де кемінде 3-4 сағатқа салқын суға салып қоятын боламыз. Және де міндетті түрде банкілеріңізді осылай тағы жақсылап жуып болғаннан соң қайнап тұрған суға буға стерилизовать етіп алатын боламыз. Міндетті түрде қақпақтарында дәл солай қайнаған суға стерилизовать етіп алыңыздар. Және де дайын болған банкілерімізді алып, менде 2 литрлі банкі, өзіңіздің қалауыңыз бойынша 3 немесе 1 литрге дайындасаңыздар болады. Енді әр қарай осылай кепкен укропымызды, немесе мен секілді осындай укропымызды салып шығатын боламыз. Және де менде хрен жапырағын 2-ге бөліп салдым. Егер сіздерде көбірек болса, 1 етіп сала беріңіздер. Және де үстінен тәтті бұрышымызды саламыз. Менде көк және қызыл бұрышын салдым. Және де үстінен лавр жапырағымыздың үстінен 3-4 тісше сарымсақ салып шықтым. Және де енді барлығын салып болғаннан соң видеода көрсетілгендей етіп, қиярды шет жағына ұзынша етіп орналастырып салып шығатын боламыз. Осылай толықтай толтыратын боламыз. Міндетті түрде тығыздап арасына жаңағыда көбірек кететіндей етіп қиярларымызды салып шығатын боламыз. Міне осылай рет-ретмен барлығын тығыздап орналастырып салып шығатын боламыз. Және де беткі жағына мен қызанақты қойып алдым. Ол міндетті емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Және де жартылай қызанақпен араластырып жасасаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Мен беткі жағына ғана бір ғана қызанақты салып қойдым. Міне осылай барлығын салып дайындап алатын боламыз. Және де бір шетіне алдын ала қайнап тұрған суымызды дайындап алатын боламыз. Міне осылай барлығын салып дайындап алғаннан соң қайнап тұрған суымызды барлығына құйып шығатын боламыз. Және де кемінде 15 минутқа ұстайтын боламыз. Енді достар, алда арнамнан жаңа рецепттермен бөлісетін боламын, қысқа арналған рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда алғаш болып сіз көретін боласыздар. Аздаған уақыт өткеннен соң қиярымыздың суын осылай сүзіп алатын боламыз. Ескертетін жайт, осы жерде суымызды төгіп жібермеуіміз керек. Сол суымызды қайта қайнататын боламыз. Міне осылай барлығын төгіп болғаннан соң осылай крышкаларымызды алып, ішіне қара бұрышымызды салатын боламыз алырықтан. Және де мен 2 литрлікке бір ас қасық толтырып тұз салып алдым. Ал егер сіздер 1 литр болса, жарты қасықпен тұз салатын боласыздар. Мен барлығына 1 қасықтан салып шықтым. Және де әр қарай 1 шай қасықпен қант салатын боламыз барлығына. Міне осылай барлығына. Сонда біздің огурциларымыз кішкене болсын кислый болмайды, кішкене дәм беретін болады. Міне осылай барлығына салып болған соң енді барлығына ащы бұрышты салып шықтым. Осы уақытта суым қайнап дайын болып қалды. Енді барлығына осылай құйып шығатын боламыз, толтырып дәл жаңағы сүзіп алған суымызды. Міне осылай барлығына құйып шығатын боламыз. Толығымен суымызды құйып болғаннан соң, осылай судың үстінен 70% уксусты пайдаландым. 70% уксусты 1 шай қасықтан құйып шығатын боламыз. Және де міне үлкен ас қасықпен толтырмай құйып шықтым. Барлығына бірдей етіп құйып алыңыздар. Ал егер сіздерде 1 литрлі болса, 1 шай қасық кішкене ғана толтырмай құйып шығатын боласыздар. Міне барлығына осылай құйып болғаннан соң, жаңағы бұрағыштың жапқыштың көмегімен толықтай қатырып жабатын боламыз. Міндетті түрде қатты жабылғаны көз жеткізіңіздер, ары-бері аунатып, суы шықпағанына байқап қойыңыздар. Міне осылай болғаннан соң бетін жауып біртіндеп қалдыратын боламыз, кішкене толығымен суығанша. Міне осылай толығымен суығанша бетін жауып қалдырдым. 1 күнге қалды менде. Біздің қиярларымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп жанындағы қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қысқы мезгілге арналған рецепттермен бөлісетін боламын. Және де ыстық тағамдар мен тәттілердің рецептін таба аласыздар. Егер видеом пайдалы болып ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлбану.